Абдыкарим ага, сәлеметсизби? Соңғы кездесуімізден 3 жылдай өтіпті. Тағы да келдім сізге қонаққа. Мына жерде бір документ, фотолар жинап, дайындап қойыпсыз. Бізге бір нәрсе айтқыңыз келіп тұр ғой деймін. Қош келдіңіздер. Қуаныштымын. Өзіңіз айтып беріңіз. Өзі өнердің айналасында жүргеннен кейін осындай өнерді мән беріп кішкене сол бағытта бірге жаңағы қолдау көрсетіп жүретін адамдар келсе қуанып жүреміз. Өздерің сияқты адамдар келсе әсіресе жанар. Енді неден бастасақ болады әңгімемізді? Енді өнердің өзім 1992 жылы көркем сурет факультетін бітірген, Алматыдағы жаңағы Абай атындағы Қазақ педагогикалық университетін. Сонда көркем сурет факультетін бітіріп 92 жылы сол өнер саласында енді педагог суретші деп мамандығымыз бар ғой. Сол бойынша әлі күнге дейін мектепте жұмысты атқарып келе жатырмын. Соның арасында сол өзіміздің мамандығымызға байланысты әйтеуір қоғамға бір пайдамыз тисін деген ойменен үзбей сол жұмыс істеп келе жатқан жайымыз бар. Домбыра жасаймын, аса керекті дүние. Сосын сол балаларды оқытамын, балаларды енді сол 32 жыл болып, 30 дәл мектепте істегеніміз 34 жылға кетіп бара жатыр екен. Содан бергі мына жинаған нелерімді өзің келгеннен реті келіп тұр екен. Соны негізгі мысалы мынау өзім қатысқан әр жерлердегі грамоталарым, сертификаттарым бағалы деген өзімше соларды реттеп қойғам. Мысалы мынау үкілі домбыра республикалық байқау бәйгелерден алған сертификаттарым, міне мыналар. Бұл қандай байқау сонда республикалық қолөнерлер арасында ма? Иә, қазақ мемлекетінің 530 жылдығына орай өткен домбырашы шеберлерінің 2-ші республикалық үкілі домбыра байқау бәйгесінің. Мұнда мен алғашқы 10-ға іліндім, мұнда да алғашқы 10-ға іліндім, осындай грамоталарға ие болдым. Бұл қай жерде өтті? Мынау Алматыда болды, мынау Алматыда болды, Астанада болды. Мынау да Алматыда болған. Бұл не? Бұл да сертификат аңыз домбыра, 1-ші республикалық аңыз домбыра байқау бәйгесіне қатысқаным үшін берілген. Қолөнер шеберлерінің домбыра аспабын жасау үшін. Домбыра аспабын жасау үшін. Байқау бәйгесі дейді. Иә. Сонан соң өзім жаңағындай мынада бір сертификаттар, мұнда бейнелеу өнері бойынша жаңағы тәуелсіздік күніне арналған менің Қазақстаным атты облыстық көрме байқау болған. Сонда қазір мына жерде суреттерім бар. Мына жерде суреттерді соған апарған жұмысым. Бұл шығармашылық жағынан өзімнің келеді. Мына жерде қазір суреттер бар. Бұл жерде арнайы Өмірбековтің өзі келді, жаңағы Қазақстан суретшілер одағының жаңағы төрағасы. Мынандай скульптурамды қатыстырғам, содан жаңағы алған сертификат грамоталарым. Скульптура неден жасалған? Ағаштан жасағам. Ол қазір қайда? Өлкетану музейінде, Семейдің өлкетану музейінде. Сол кісілер алған. Керемет. Иә. Тағы? Сонан кейін жаңағы тағы да бір фестиваль болды үлкен, сондайларға қатысып тұрамыз. Республика бойынша. Сонда міне содан бір қатысқандағы естелік фотосуреттер. Мына жерде міне Мұрат Әбеев, міне күйші, шеберлер Айтмұхамед, Жахангер, мынау Мұса деген міне өте атақты шебер мына кісі. Солармен бәріміз жолаушы, міне өзіміз бірге бітірдім оқуды. Диплом жұмысымыз домбыра болды. Міне осылайша сұхбаттасып, жиі нелерге барып тұрамыз. Мынау ең алғашқы домбыра күнінде Өскеменге шақыртып, сонда болған, онда міне Жарқын Шәкәрім ағамыз ол кезде тірі болды. Ол кісі де міне бұл дүниеден өтіп кетті. Сол кезде міне домбыраларымызды сонда қарап. Қай жылдары? 2018? 2018 жылы ең алғашқы домбыра күнінде Өскемен қаласы. Сонда барғанда.
түскен фотосуреттер. Кейінгі кезде шақыра ма Өскемен домбыра күніне? Кейінгі кезде болғанда енді кейінгі кезде не болып кетті ғой, карантин болып кетті, пандемия болды. Сосын мынандай алдында музейлерде көрмелерге қатысып жүрдік. Міне суретшілер бәріміз Аягөзден барған кездесулер, сондағы суретшілермен. Мына суреттерге қарап сөйлей беруге болады енді. Мынау тура осы жерде ең алғаш көшіп келгенде шеберханам болған еді. Шеберхана болған үйді бөліп алдым, тура мына жерде бөліп алып, есікпен бөліп алып, әйтеу жасай бердім ғой. Бір бұрышта дейсіз? Бір бұрышта жасай бердім, үйдің бұрышын бөліп алып, балалар кішкентай. Сонда қай жылдар ол? Ол енді 90-шы жылдар. 90-шы жылдың басында. Сосын мынандай жұмыстарым болып еді, бұл жұмыстарымды да музейлерге алып кетті. Қазір өзімде жоқ мына жұмыстар. Көбінесе карневизм деген бейнелеу өнердің бір бағыты бар, ағашпенен. Осындай мүсіндер, композициялық мүсіндер жасап шұғылданам. Олар енді жоқ нелерде. Мынау қаладағы өзіңіз көріп жүргенде қаладағы тұрған. Біздің Аягөздегі мүсіндердің авторы сіз ба? Міне мынаны кім бапты, мен мынау менің. Анау мынау Жүбейікте тұр, Жүбейіктің кіреберісіндегі қойдың мүсіндерін жасап. Жүбейік деген қай жер? Мына Семей жақтан келе жатқанда 70 километр жерде. Тархар. Мынау бала кітап оқытылған бала. Өзіміз мектепке тарту еткем бұны. Мынаны да тарту еткенбіз меморандум бойынша. Ешқандай несіз өзіміз жасап бергенбіз. Тағы да мүсіндерім бар неде? Сосын балаларменен, көбінесе балаларменен жұмыс істейміз енді. Мектепте? Мектептегі шеберханада арнайы мүсін сабағынан осылай бастап қоям. Сонда келген балалар өздері қызығып, мына мүсінге. Өздері 2000 балалар шұғылдана бастайды. Сіз қай мектепте жұмыс жасайсыз аға? Номер 2-ші Дулат Бабатаев атындағы қазақ орта мектебінде жұмыс істеймін. Ол жақтың балалары бақытты екен, сіз сияқты ұстаздары бар. Рамазан Стамғазиев сол домбыра күнде жолығысып домбыраларменен несіменен. Жалпы сіздің домбыраларыңыз осы біздің артист домбырашылар арасында, домбыра шертетін композитор артистердің арасында үлкен сұранысқа ие деп естіп жатам. Сол расқа консерваториядан келіп сатып алып жатады дейді сіздің домбыраңызды. Алып жатады, арнайы тапсырыспен жасаймын. Және мен өте көп қып жасауға мұршам жоқ, өйткені жұмыс істегендіктен арасында ғана хобби сияқты. Сонымен шұғылданамын. Қазір ар жаққа барып көріп жатармыз домбыраларды. Енді мына жерде Қаршыға Ахмедияров марқұм, бұл да бұл кісі де дүниеден өтіп кетті, білесіздер, атақты күйші. Батыстың жан шыққан атақты күйші. Бұл кісіменен көп дәмдесте болдық. Ең алғаш домбыра жасап үйренген кезде Қаршыға Ахмедияровпен. Конкурстарда бұл кісі барда, ең алғаш жаңа конкурстарда бұл кісі бір проекттер сол кезде айтып еді. Домбыраны бір жерден ғана алатын қып, сапалы домбыраны бір жерден ғана алатын қып жазсақ. Сондай ашсақ деп. Стандарт болса дейсіз ғой. Ана жақсы домбыра іздеген адам ешқайда сандалмайды, тек қана сол жерден барып алатын да. Сосын міне Оралбек, бұл кісі де бұл дүниеден өтіп кетті міне. Аягөздегі оркестрді аяғынан тік тұрғызған, керемет еңбек еткен Жазубаев Оралбек деген азамат келіп, бұл кісілер ол кісілер келіп мен домбырамды жиі көретін. Жасалып жатқан домбыраларымды. Бұл кісі дирижер, атақты дирижер болды, жақсы. Кезіндегі Жұмаржанды басқарған, сонда дирижер, домбырашы, күйші кісі болды. Келіп домбыраны сапасын біліп отыратын. Мына мектепте безендіру жұмыстарын жасайтын мен. Суретшілікпенен. Мына менің ең алғашқы дипломдық жұмысым 92-ші жыл университетте көркем сурет факультет дипломдық жұмысым. Арқа үлгісіндегі 5 бұрышты домбыра. 5 бұрышты домбыра жасап, осымен дипломды қорғанымда бірінші тұрған домбыра. Арқа үлгісінде. Жолаушы деген шебердің мастерской. Бірге бітірдік қой, сонда ол кісінің сол кезде мастерской болды. Сонда жасап,
+5 деген баға қорғағанбыз сол кезде 92 жыл. Мынау оқушыларымның көрмелерге облыстық көрмелерге барып қатысып жүрген жұмыстарында жүлделі орын алып жүретін ол кездерде оқушылар. Осы өзіңіз ұстаз болып жүрген мектеп оқушылары ғой. Иә. Мынау да міне сол мына кісі дүниеден өтіп кетті, Жылқайдар аға Нұрсафин, Аягөзді суретшілер одағының мүшесі болған кісі. Нұрсадық деген Өскеменнің суретшісі. Өскемендегі сол оқушыларым орын алып сонда. Мынау да сол Өскеменге барып орын алып көрмелерге қатысып жүрген оқушыларды апарып жүргендегі сурет естеліктер. Мында өзім музейге жұмыс тапсырғам. Бір 3 жұмыс апарып тапсырғам. Композициялық бір скульптуралар, сосын домбыра, сонда қабылдап алған Нұрсадық суретші, Ержан деген суретшілер сонда істейді. Өскемендегі. Өнер мұражайы. Мынау да оқушының жұмысы міне мынау тұрған. Бауыржан деген бұл қазір жақсы геодезист болып жүр осы салада. Мына оқушымда міне керемет жақсы сурет салатын, қазір өзім немді қуып мұғалім суреттен. Эльмира. Оқушыларды. Міне бұрыштағы мына тарихи мына балалар іздеп келіп еді. Әбілқақ деген кісі. Енді Аягөздің байырғы халқы біледі. Әбілқақ деген. Фото өте жаман түсіп қалыпты, ана ар жақта отырып домбырасы кісі. Бұл кісі осы Аягөздегі өнер мектебіндегі музыкалық школадағы домбыра класын бірінші рет ашқан. Тұңғыш рет ашқан кісі. Былай көп бұл кісі туралы айтылмай кетті. Сонда бұл кісі де жиі келеді. Аты жөні кім толық? Әбілқақ Қыңырбеков деген кісі. Бұл кісінің несі өте жақсы шебер домбырашы болды. Аягөзге, ол кісі қазір енді марқұм болып кетті, ол кісі бәрі бұл дүниеде жоқ. Бірталай жыл болып кетті. Сосын Мұрат деген күйші болған, өзі бірнеше күйдің авторы. Ол кісі де бұл дүниеден өтіп кетті. Сығаев. Сол кісілер болған кезде мен мастерскойыма жиі келіп домбырамды, жасалып жатқан домбыраны қалай шығады екен, қалай шығады. Ал қазір кім келеді? Қазір маған ешкім келмейді, сол көңілімде күдік алады, сол жам немене болып барады. Не екенін білмеймін. Қазір жастар келмейді. Жоқ әлде қазір шеберлер көп, домбыра көп болғаннан кейін бе, ол кезде енді аз болдық. Мына конкурсқа мен бүткіл шығыстан мен ғана қатысып жүретінмін. Ол кезде тоқырау кезі, ақша жоқ, ана коронавирустың алдынан шықпаймын. Сон ақша беріңіздер. Конкурсқа баруға өзім айлығымды ала алмаймыз. 6 айға дейін айлық алмай жүретінбіз. Сонда барып айту есік тоздырып, әкімшілікке дейін барып, сонда конкурсқа барып жүретін. Онда шығыстан мен ғана баратын. Кейіннен болады деген қосылды. Қазір көп. Қазір көп дейтінде Аягөзде сізден басқа біз ешкім танымаймыз. Шығыстан міне күзде біз жинады, шығыс бойынша күзде жинады мына музей недегі. Невзоровтар музейі. Күзде бардық, қазір суреттер бар. Сонда жаңағы 17 шебер жинадық. Өскемен бар, бүткіл шығыстың нелерінен. Бірақ Аягөзден мен ғана бар. Салқам жаңағы поэмаларына иллюстрациялар. Сақтар бойынша иллюстрациялар. Графикалық. Өзіңіз саласыз, иә? Сондай нелерді. Жаңа Шырақ поэмасына иллюстрация. Мынау да Шырақ поэмасына. Шырақ, тұра тұрыңыз, толық айтыңызшы, кім авторы? Бауыржан Ешмағамбет деген бұл кісі қазір Алматыда тарихшы ұстаз. Соған тарихшы ұстаз Бауыржан Ешмағамбетовтың Шырақ, Салқам Жаңғырхан ерлігі, Зарина поэмаларына иллюстрациялары. Суретші Маров Абдукәрім. Керемет. Кітап болып шыққан ғой, соған еткен мен. Тағы да бір иллюстрацияларым бар ана. Қазымбет Батырдың портретін салған мен. Мына неде жүрген? Енді оны ана Бақтөмір ағалар енді біледі менікі екен. Бірақ нақты оны мен өзім авторлығым деп нете алмай қалғаным. Қай жерде тұр ол? Ол анау неде кітабы да шыққан, кітабының сыртында да бар. Газеттерге шыққан. Мынада жаңағы. Бір оғанда тұр, Өскеменде бір екеуі. Көбіне неше жердің
мынау алға ұмтылыс деген атауменен. Бұл карневизм дейді, осындай абстракциялық жолмен. Абстракция. Иә, сондай. Алға ұмтылыс. Мына жұмыстар сонда ағаштардың тамырларынан жасалған. Мейірімділік, иә. Немесе перзент дүниеге келу деп екінші аты. Мынау кіндігі де кесілмеген әлі. Табиғаттың өзі бір келтіріп тұрған. Оны өзіңіз іздеп тауып аласыз ба? Ағаштардан? Иә. Қобызда нешекті алған, мынау түп тамыры, бәрі ол осылай кетеді, сен түп тамырың. Немерелерім 3 балам бар. Қанша немереңіз бар? Ұлдан 2, қыздан 1. Мастерскойға барайық. Шеберханаға барамыз. Үйде шығайық. Қосымша ашылғаннан бері сонда жұмыс істеймін. Қайна өзіміздің политех сызудан сабақ беремін. Сонда мына ең алғаш мен Аягөзде World Skills деген неден мен апарып 2 рет апардым. Мен бізде қиындау. Компьютермен жұмыс істейді. Сызба орындайды балалар. Сонда қатыстырдым. Осыны қолға алу керек. Мысалы қазір бізге World Skills дейді, иә? Иә. Цифровой не ма? Жаңағы мастерлік класс неме көрсетеді, шеберлік класстарын көрсетеді. Балалар, дайындаған балалар. Енді мынандай каталогтарға енгізілген үлкен баяндама, мынандай симпозиум болған кезінде 13-ші жылы. Соған баяндама кіргіздім өзім. Домбыра дүбірі деген тақырыпта. Баяндама. Иә, баяндама кәдімгідей. Домбыра, ұлы, дүбірі. Жақсы. Сосын мынандай каталогтарға енгізіліп отырмын. Жаңағы неше жыл, сол жылы ғой деймін. Қазақстандық және шетелдік саз аспаптарын жасаушы шеберлер көрмесінің каталогы. Не? Жаңа Мұса деген кісі ең осы. Марқұм болып кетті. Дүниеден кетіп қалды. Першинде кетіп қалды. Мына кісіден үйрендім мен. Мына кісіден үйрендік. Купол жасауды домбыраны. Бұл кісі бұл дүниеден кетіп қалды. Ол кездегі мына бүткіле бойынша Маров Әбдікәрім Именалы. Сіз туралы бұл жерде мәлімет бар, е? Мынандай сәнді қолданбалы өнер туралы тоже каталог. Сәнді қолданбалы өнер бойынша. Жай ғана емес. Карневизмді кіргізген мен. Мына жұмыста қазір өскеменде келеді скоро. Ол кезде бесеуін қойған, міне үшеу біреуін жатты. Мыналарды музейлер алып кеткен. Шеберлер. Мынау сол күздегі неде жинаған. Қазақ қолөнер мейрамы деп аты. Невзоровтар. Соған барып қатысып, домбыраларымызды көрмеге қойып. За вклад в развитие образования деген. Колледжден берді. Колледжден. Қай жыл берілген? Бұл берілді 16-шы жыл берілді. Медалі демек. Мынау жаңағы неден авторлық көрмен болды ғой. Сонда Евразиялық дизайнерлер одағына мүшелікке кіргізіп, Алматыдан Құрманғазы деген азамат келді. Үлкен
доктор, педагогика ғылымдарының докторы, ол кісі өзі профессор, Жүргенов атындағы университетте ұстаздық етеді. Сол кісі мына жұмыстарымды көріп, сен мынаны неге нетіп жүрсің, содан ұйымдастыр деп, сол авторлық көрмемді, сол кісі түрткі болып, аңсаған қайтып, содан сол кісі менен ұйымдастырғанбыз. Суреттер бар, көрсеңіз болады суреттер. Тұрса, жалғастырайық. Сосын Ұлы даланың Уатқан Жүнісов деген өскемендік күйші композитор. Бұл кісі де керемет кісі. Өскеменде тек қана орыстар арасында бір ғана қазақ көріп жүрген кезде бұл кісі домбырасын көтеріп Өскеменде берілмей, қай жылдар сонда 70-ші жылдары консерваториясын бітіріп кеп берілмей, әлі күнге дейін күйші болып жүр. Кітабы шығарып, соны арнайы маған шақыртып, сен домбыраларын біліп жүреді ғой. Аны сондағы нелеріне заказ беріп жасатқызып жүретін домбыраны. Соны мен де кіргізіп қойған да. Кітабы. Бұл кісі бар ғой енді? Бұл кісі бар, Уатқан Жүнісов деген кісі. Ұлы даланың әуезді әуендері дейді. Мынау жаңа мектеп туралы айтайын деген ғой. Бізде қазір өте қиын проблема болды. Кейінгі жылдары мектепте естіп жатқан шығарсыздар, сурет сабағын алып тастаған. Алып тастады, сызу сабағын алып тастады, алынып тасталды ғой, енді қысқартып. Содан оның орнына енді әртүрлі сабақтар кіріп, мүлде берекесі кетіп қалды осы пәндердің. Балалар ешқандай мына эстетикалық білім жағынан білім ала алмай қалды. Оның үстіне мұғалімдер де қысқартуға ұшырады. Қалай болса солай сабақтар беріліп, мынандай конкурстарға бұрынғыдай жаңа өзіңіз көрген ондай ұмыттық. Әйтеу дистанционный дейді, сурет салып жібере салады, ақшасын төлесең грамота келіп жатады, қазір сондай болып кетті. Берекесі кетіп қалды, ешқандай не болмай. Сосын мен шыдамай осы ойымды бір ешкімдіден жеке неткен емеспін, жалпы бұқара не бойынша мен мынандай министрлікке жазғам, хат жазып едім. Сондағы хатым мынау несі? Алдыңғы жыл жазғам, 20-ші жыл жаздым. 21-ші жылы қайтадан жаздым міне. Алдың хат деп тұр. Жауап келмеді ма? Жауап келмей оғаннан кейін. Онда кішкене ашуланып жаздым. Мында сол бөлінбей оқытылған туралы, қысқарған туралы түгел жазып. Содан ол кісілер маған жауап жаза бастады. Онан кейін ол кісілердің жауабына мен жауаптарына. Не деп жауап берді екен? Қысқаша айтсаңыз, бірақ Қысқаша болғанда стандарт жауап, ешқандай болмайды өзгеріс, қарастырылады деген сияқты, сондай қазақша айтқанда сиыр қимшақтандырып жіберді. Сосын мен телефонменен сөйлестім, қанағаттанбаймын дедім жауаптарыңызға. Неге қанағаттанбайсыз дейді? Мен көтеріп отырған мәселелерімді сіздер қалай қанағаттанамын? Ол туралы мүлде аса жазылмаған жауаптарыңызға. Содан мен шақыртты, анда шақыртты, бастықпенен Гарановға шақыртты міне. Дәқайын аудан бөлімінің басшысы осы мәселені талқыланды. Сосын талқылағанда қаралсын енді, сағат бөлініп берілсін деген сияқты. Бірақ енді ол кісілер не шешеді? Содан биыл міне бірінші съезге мені шақыртты. Қандай съезд? Осы көркем еңбек пәні бойынша, эстетикалық бағыттағы пәндер бойынша неден Өскеменнен звондап, сіз барасыз дегенде айтты. Қызылордада болды. 5 май күні. Соған бардым, съезде тур осы мәселе ғана көркем еңбек. Жаңағы кураторлар жоқ, мен айтқан жоқ, тура мынаны бәрін оқып отырып, беріп отырды. Осындай міне бәрі наразы, міне болмайды екен, жалғыз емес екенсіз.
Жалғыз емеспін ғой енді, ол мен айту бір менде бір пайдам тисін дегенім ғой. Мына жерде тіпті не қазіргі жиі айтылып жүрген гендерлік саясатқа қосарым. Гендерлік саясат дегені қыз бен ұл баланы біріктіріп оқыта беру керек деді, еңбек сабағына. Сосын ер қыз болып о бастан жаратылған екенбіз, неге ары қарай ұлды ер мінезді, қызды қылықты, ибалы болуға және өздеріне тән тиесіл деп айтпағанда іспен шұғылдануларына жол ашып тәрбиелемеске деген осындай мәселені көтеріп жазып жүрген. Осының бәрі сол жерде. Ұлға қыз теке, қызға ұрдажық мінез қалыптаспасын десе ойлану керек сияқты деп осылай ақыр бастадым ба деп екінші хатында да осылай бәрі жазып жүрген. Сонда осының бәрі жаңағы съезде айтылды ма? Ана хаттар, алдында осындай хаттар келген бәрі айтылып нетіп жатты. Әйтеуір кішкене болса да бір нем бар деп сонда өзім неттім енді. Бір кішкентай қорытындысы болды ма өзіңізге? Қорытындысы болғанда мен енді осы сентябрьде қайтадан бұрынғыдай қыз бен ұл болып бөлініп оқытылады, сурет пән болып кіретін болды, сызу пән болып кіретін болды. Сосын мен Өскеменге шақырып форум өткізді, онда баяндама оқыдым. Баяндамаларын оқыған еді сурет. Жоқ, сонда сіздер өзгеріс енгізіпсіздер? Енгізіп жатыр. Соған айтып кішкене осы үлес қостым деп жатырмын. Енді ол мен ғана емеспін ғой енді. Иә, жалғыз сіз емес, әрине, бірақ сол үндемей отырмағанның арқасында оны қол жеткізіңіздер, иә? Жауап берсем өзім жауап берейін, енді уже 60-қа келіп жатыр, немеден қорқам, енді жүреміз бе бұғып деп алдында жазып бердім. Жеке адамды ешқандай жеке адамды неткен жоқпын. Бұқаралық жаңағы несін оқысаңыздар болады. Сонда министерство жаңағы образование сіздерді естіді? Иә, міне жауап та берді. Жауабына қанағаттанбаймын деп, ол кісілер қайта звондап телефонмен. Сонымен қайтып келді ма сурет сабағы? Енді бұйыртса, міне қарап. Қанша жыл болған жоқ сурет сабағы? Қанша жылдай? 16 жылдан бері. 16 жылдан бері? 16 жылдан бері қысқаруға ұшырап, әбден берекеміз кетіп қалды ғой. Енді оны біздің қазіргі министр Айтмағамбетовтың дұрыстығы шығар, сол кісінің көзқарасы дұрыс болғандықтан шығар деймін, иә? Бұрынғы министрлеріміз. Мен жайғанмен еткен жоқ, мына жерде фактын келтіріп тұр жаздым. Ана сызуды оқымай кеткен баланың мына құрылыс колледжіне түсіп, сызудан қиналып жүрген өзімнің оқушым. Сонда сіз постоянно өмір уақыт сызудан берікке жетіп, мен бітіретін жылы сызудан неге бермедіңіз деп бетіме басты деді. Жылын бәрін көрсетіп, соны түгел жаздым ғой мен. Дұрыс. Факт болсын. Жақсы, құттықтаймын жетістіктеріңіз. Соң күн Өскеменге, анжақтан кейін Өскеменге форум ашты, сол жерде баяндама берді, баяндама оқып бердім. Онда да тура осы мәселелерді айтып. Енді қолдап жатыр. Оны грамота беріп жатыр маған, Өскеменге сосын. Басында жаман адам болып қалғам. Басында жаман адам болдыңыз. Иә. Қазір өзіңізді жеңіскер сезінесіз, иә? Әйтеуір бір пайдам тисе қоғамға сол. Соның өзі кәдімгідей бір қуантарлық жағдай дейсіз ғой. Ол грамоталардың бәрі мынадай, мына грамоталар жаңағы не бойынша енді көп грамота еді. Мен бәлем жыл көркемөнерлік нелерге қатысқан. Қанша жыл жалпы осы қолөнермен стажыңыз қанша болады? 34 жыл. 34 жыл. 34 жыл болады. Ең соң осы грамотаны жіберді ме маған? Шығыс Қазақстан облысының білім саласына қосқан зор үлесі үшін. Аягөз ауданы бойынша білім Дулат Бабатаев атындағы жалпы орта мектепте көркемөнерлік пән мұғалімі дейді. Солай. Енді мыналардың бәрін көрсе берсем, ол көп уақыт, көп бұлар енді. Мастер-класс? Иә, сонда мына газеттеріне шыққан педагогический. Воспитать любовь к прекрасному дейді. Қай жыл екен? Бұл 10-шы жыл екен. Міне мастер-класс. Педагогический мир деген газет болды, да? Иә. Қазір бар ма екен? Мына кісілер әртүрлі шеберлік класстарын көрсетті, мен домбыра жасаудан көрсеттім. Жаңағы кісінің
Мыналардын баары өзүм газетке чыккандарым го, чыккан нелерим энди. А мына эмне күздөгү не боюнча? Не? Осындай не өттү. Семейде? Өскөмен. Семейде. Невзоровдор музейинде биз жыйнады 17 шебер катышып домбура жайында. Анау өткөндөгү не менен мынау? Бак өмүр агалар мөлдүрсө чыгар. Алтын колду шебер. Авторлук не болду, 60га толгонума байланыштуу. Авторлук көрмөн болду, я. Бирок аудиториясы толмой калды. Мына акимчиликке кичине жетип. Кайча жасадыңыз? Музейде аңсагандар уюмдаштырды. Балалар келмедими? Балалар эмес, бул жерде үлкөндөрдү чакырганбыз го. Солар калса келмей калды. Мени чакырмадыңыз ба, түсүрүп берет элем болду. Сону өзүм ана мугалимдерди чакырамыз, мугалимдер сыймай калат ана мына дегенден кийин. Мен сыймай калат дедиңиз ба? Жок. Ана көп кишилерди, үлкөн кишилерди кайра чакырып, домбура жасап жатырсыз ба? Домбура жасап жатам. Неден, кандай агаш? Мына кейинен казыр граб деген агаш бар мындай, кара. Өзү түсүрүп осундай кара энди. Химиялык жол менен карайтылган агаштар булар. Мындай агаштар кара. Буну энди арнайы Россиядан алдырдым. Интернет магазин. Граф? Граб деп атат. Граб? Граб. Граб. Сол. Домбура шертип жибермейсиз ба бизге? Домбура шертип. Мурунку шапка домбура, мынау кийине жасалган. Экөө жасалып эми ана кезде Астанага кетип калды. Көп жасап жаткан жокмун сол. Мына жасап жатырм. Домбураны билесиздер. Өнө керек, я. Sağası. Домбыраны көрсөтпөй койсоңуз болот. Мен музыкалык нем жок менин. Сабатым жок, музыкалык сабат. Керемет ойнайдыңыз, ойнадыңыз.
тыңдай бергің келеді, иә? Домбыраның үнін білу керек қой енді, мен шебер болғаннан кейін. Домбыра қалай шығып жатқанын, онан кейін қазіргі кезде айтып жатырмыз ғой, шеберлер көбі жаңағы оны Невзоровтардың күзде жиналған кезде шеберлер жинап, өз мнениемізді, өзіміздің пікірлерімізді айтып, мақсаты сол, домбыраны қалай сапалы қылып сақтау керек, қалдыру керек, сапалы қылып. Сол жөнінде әңгіме қозғалды. Сонда да айттық, мен де айттым, тыңдасаңыздар болады. Жаңағы нелерде бар ғой, ютубта. Біздің выступлениеміз бар, әрбіреуіміздің. Бар шығар енді, сақталып тұрған жер бар. Қалай тыңдауға болады? Қандай? Жаңағы Невзоровтар музейінде, жаңағы Семей музейі десек шыға ма? Иә. Семей мұражай. Сондағы мұражайда күзде ол, былтыр күзде болып кетті ғой. Сонда сол домбыраның сапалылығы жөнінде айтылды, айттық бәрін. Қазір шебер көп болғаннан кейін кейде өздеріңіз енді білесіздер ғой, әртүрлі домбыралар болып жататын жерде. Мен айтам, өзі шынайы жүрейікші, халықты алдамайық деймін. Ана ойымнан керемет деп ол алатын халықтың бәрінде музыкалық сауаты болмайды. Ол кісілер жаңағыдай музыкант ертіп жүрмейді қасына. Сондықтан жаңағы алатын кезде алдамай, нақты өзің біліп отырасың ғой, қандай деңгейде домбыра екенін, солай беру керек. Бәленбай қымбат бағаға сатып алып келеді де, маған ремонтқа алып келеді мысалы, көбінесе. Ана жер анандай бағаға алып едім мына домбыраны, жарамайды деп айтты деп, маған келіп ремонтқа алып келеді көбінесе. Ол шын нәрсе ол. Ондай факт. Сондайға шебер болып жүрген жаңағы жас жігіттер ғой көбінесе, соларға енді өзіміздің ақылымызды айтамыз. Мысалы орта қолды арзан домбыра керек, соған қарай бағасына бер деп сондай мәселелерді қозғадық. Неғұрлым ол қазақтың өзінің ұлттық аспабы, бренд сол. Оның құнын жібермеуге тырысу керек. Жаңағы Першин деп айтып кеттім ғой, үлкен Мұса деген кісілер. Мысалы сол кісілер кезінде конкурсқа 90-шы жылдары барып жүргенде көп сұхбаттасатынбыз. Шеберханаларында үйренуге тырысасың. Жаңағындай қалай сол кісілердің шеберханасынан шықпауға тырысасың, ана сылтауды айтып, мына сылтауды айтып. Сол кезде жас болдық қой ол кезде. Әбдікәрім аға, домбыра сапалы болу үшін ағашы мықты жақсы болу керек па? Әрине. Неге байланысты? Сосын мына қақпаққа байланысты. Мына қақпақ таза шырша ағашы болса, шайыры аз, дыбысқа немене болады? Дыбысы білінеді ана, хрусталь тұрғандай ма? Резонансын ел дейді, осы резонансын ел осыдан жасалыну керек, дыбыс өткізгіштігі өте жоғары. Сонда бұның енді тербелісті, ішектегі тербелісті осыдан өтіп, мынау үлкейтіп, өзгертіп, шығарып тұрады дыбыс ойынан. Дыбыстың принципі сол ғой сонда. Шырша болу керек дейсіз. Сонда қақпақ бұл 70%, 70-ден де көп процент рөл ойнайды дауысында. Қақпақтың ағашы. Әрине сосын шанақта қатты ағаштар керек, қатты ағаштар. Қатты үйеңкі, негізі үйеңкі ағаштар. Жалпы домбыраны қалай, осы бөлшектері қалай аталады? Анау қақпақ, мынау шы? Мынау шанағы дейді. Шанағы мынау. Жеке шанақшалардан құралады. Шанақша. Құрама домбыра, шанақша. Жеке шанақшалардан. Бұлар мысалы 9-дан құралған. 9 шанақшадан құралған. Мына жағы не дейміз? Мынаны мойын дейді. Мойын. Мынаны мойын бет дейді. Мойын бет бөлек қатты ағаштан болады. Бетті бөлек болады. Мойын бет. Мойын бет. Мынаны алақан деп атайды, немесе домбыраның басы дейді. Құлақ дейді ғой еше. Жоқ, құлақ деген құлақтар олардың алар. Құлақтар енді алар болады, құлақтар. Құлақтар мынау екен ғой. Мынау алақан. Сосын мына жерге табалдырық пернесі болады, домбырадан көрсете берейін. Мынаны табалдырық пернесі болады, табалдырық перне. Табалдырық перне. Тиек. Табалдырық тиек. Шайтан тиек деп атайды. Мына 19 пернелік домбыра. 19 болады. Мынау 48, мынау 40. Сантиметр. Музыкалық немене
бұл стандарт жаңағы 40 сантиметр. Иә, мына шанақтың ұзындығы. Мынау 48. Мынау 48 болады. Ал әр пернелер өздері жаңағы стандартталған ноталарға келтіріліп қойылған, барлығы бұл стандарт. Бұл ешқандай өзгермейді. Бұл тиек. Бұл тиек. Шегі, дыбыс ойығы. Иә, мынау дыбыс ойығы. Мынау қорған. Қорған дейді, мысалы, мынау жаңағы ойнағанда тырнақтың тиіп, тырнақ тастамас үшін. Иә, шыршағаш жұмсақ қой. Тесіліп кетеді жылдам. Сондықтан мына қорғанды қатты ағаштан жасайды. Сен безендіріп өрнектеп, жаңағы ой өрнектерін келтіріп. Бетіне жұқа қылып, сол қорған жасайды. Иә, қорғанды мынандай шпон дейді, мынандай жұқа, кірінген ағаштардан салынады. Сосын оюларды осылай келтіріп, сүйектің тақтап кейіннен. Осылай өрнектейміз. Мынау құрама домбыра болса, мынау шауып жасалған тұтас ағаш. Бұл қиын шығар бұндайды жасау. Бұл қиын, иә. Бұл енді. Бұлар қымбатты болатын шығар. Иә, бұның жұмысы кішкене ауырлау болады. Шауып жасалған. Мынандай жұқағы шауып шығып пішім. Сондай. Рахмет, біраз білімімізді толтырдық. Әбдікәрім аға? Аха. Тағы айтатыңыз бар ма? Алдын ала енді кепкен заготовка дейді, алдын ала дайындалған ағаш, өте кепкен ағаштар болу керек. Содан алдын ала кесіп өп, дайындап қойып, осыдан мыналардың барлығы кеуіп тұрған ағаштар, осылардан құраймыз. Кеше келген музейдің балаларына көрсеткен ғой қалыптар. Мысалы, ән домбыраларға көбінесе осылай жасадым. Анау арт жақтағы қалыптар, бәлім 34 жыл болды ғой жасап жүрген. Мынау жаңағы не модель ретінде, иә? Мынау қалып дейді, осыға жиналады. Мына қалыпқа жиналады. Мына домбыра осы қалыпқа жиналады. Түсінікті. Мынау осылай бекітіледі. Түсінікті. Бүйтіп жиналады. Мойны мынаған бекітіліп алады. Сол осыға жиналады. Андай шаблон. Кеше балаларға көрсеткен бұл домбыраның барысы. Оларға да рахмет. Сіздің өзіңіздің енді қазір оқытып атқан, сіздің артыңыздан еріп келе жатқан сондай нелеріңіз бар ма? Оқушыларыңыз? Бірнеше жаңағы бұрынырақ үйреткен балаларым енді орта қолды шебер болып шықты. Мектепте 10-шы класстардан. Олар енді кәдімгідей орта қолды бірнеше балалар шыққан болады. Енді олар шұғылданып жүрме, шұғылданып кейіннен бейхабар. Сосын бір-екі жігіттерді үйреткен осы мастерскойда. Енді оларда кейде жасап, кейде жасамай жүреді. Енді керемет қатты шұғылданып жүрген енді өзімде аса не жоқ. Сайы көзі қазір білмедім мен енді. Кеп үйренейік деген жігіттер жасап. Үйретіп жіберем, артынан тастап кетті бірнешеуі. Ары қарай жалғастырмады. Әбдікәрім аға, қол өнер болу үшін бір аладан бір дарындылық болу керек па? Жоқ, өз кез келген адам бұл шеберлікті үйреніп кете ала ма? Өте дұрыс сұрақ. Ол кез келген адам деп айта алмаймын. Мен оны кейін өзім тәжірибемен де білем. Тіпті өзің бір шабыттанбасаң, көңілің соқпаса, мен тіпті мына бір бәкіменен, пышақпенен ағаш жонылмай қалады. Жоңым келмей қалады. Ал шабытым келіп тұрса, қолым жүрсе, тура көңілменен бір-екі күнде талай атқарып тастайсыз. Қолың жақсы жүреді. Сонда өзім ойлаймын, бұл бір қасиетті нәрсе ол. Кім айтпесе көп шұғылдана бермей ме барлығы да. Кей адамды ойлайсың, осы адамның қолынан келеді ғой, анандай нәрсені керемет жақсы істеп. Кеш домбыра жасап көрсеңші десең, жоқ, тартпай қойды. Домбыра жасамайды ол кісі. Сонда ойлаймын, сол өзі бір талант. Иә, бір адамдар өзіне немен істеді ме деп. Талант қою керек. Жақсы. Шеберлік өз алдына, мына домбыра жасаудың өнері өз алдына бір бөлек па деп ойлаймын. Өзімнің пікірім. Оған бір тәрбие, менталитет керек те шығар, орта керек шығар, иә? Орта керек. Жаңа кішкене стимул дейді ғой. Кішкене бір нелер
адамдар араласып нетпесе, онда сен жақсы қолың жақсы жүреді, соған байланысты. Айттым ғой бағана, мен бұрынғы үлкен адамдар, осындағы музыканттар көп келетін үйде, тіпті қонатын ана кісілер кейде. Әңгіме құрып, домбыраны қарап, дауысын тексеріп, сонда менде өте жақсы жаңағыдай немене болатын, менде жасауға құлшынысым жақсы болады. Иә. Ол көп әсері бар. Сондай. Жақсы. Тағы қосатыңыз бар ма? Жоқ, осымен аяқтаймыз ба? Мен скульптураларым мектепте пайдаланушыны үшін жасап қоямын. Неден жасайсыз бұны? Ана пластилин жасап қойған эскиздар ғой, балаларға көрсетемін. Сосын қалай қатырып аласыз оны? Холодильник болса холодильник, ол бір атқасы тұра береді. Ана скульптурный нелер ғой, арнайы пластилиндер. Тез еркете қоймайды. Мұқағали Мақатаев ба? Оны біле қойдыңыз. Жақсы. Әбдікәрім аға, көп рахмет. Өте жақсы сұхбат болды. Енді ісіңіз алға баса берсін, армандарыңыз орындала берсін. Өзіңіз ісіңізден басатын жас шебер балалар көп болсын. Қуана беріңіз. Жетістіктеріңіз. Жаңа бір үміт кеттім, ана өзім авторлық домбыра жасау, үйрену деген үйірме ашпақшы болғам. Авторлық өзім бағдарламам бар. Енді міне биыл сентябрьде енді көптеп сағат бөлініп бізге мән берге жатыр ғой, қайтадан бейнелеу. Сол кезде енді соны кіргізіп мектепке тағы қайтадан кіргізетін шығармын деген. Мектептен ашасыз үйірме. Мектептен ашамын. Мектепте. Жалпы балаларға айтатыныңыз бар ма? Үйренем деген балаларға? Әрине, сол балаларға мысалы үйренем десе, бұл деген керемет нәрсе ғой, бұл өзіміздің ұлттық бір жағынан құндылығымыз. Бұны жоғалтпауымыз керек, ол былай да түсінікті нәрсе. Ал енді үйретем деп тұрған кезде үйренуге келісім беру керек па деп ойлаймын. Үйренем деген балалар екінші мектепке ашылып жатса, енді ол қазір енді ол өзіміздің мектепте де балалар бар ғой енді. Келуге болады, ол тегін бола ма, ақылы бола ма? Белгісіз ол. Әлі белгісіз. Енді міне мән беріп жатыр ғой, мен жаңағы әңгіменің бәрі содан. Енді қазір бейнелеу өнерін бөлек, сосын жаңағы үйірме жұмыстарына да мән беріп, бөлек сағаттар бөліп. Әбдікәрім аға, жалпы қолөнер сіз сияқты адамдар ақша жақсы таба ма? Жастар соған қарайды. Күн көруге бола ма, болмай ма деп олар солай есеппен барады. Қазір бәрі солай екен, балаларға айтып қойыңызшы. Заманның талабы солай шығар енді. Мен ол да керек шығар. Дегенменен енді түпкі негізі енді ол ана өнердің құндылығын сақтау керек. Ол ақша табу өз алдына. Ол жаңағы өнер деген бұл керемет ғажайып нәрсе ғой. Жаңа сурет салу болса да, бір нәрселерді көркем. Жаңағы адам өзі бір әлемге кіріп кетеді. Өзім солай сезінем. Ол жерде сен ойламайды кетесің кейде. Жақсы, басқаша қояйын сұрақты. Ең қымбат домбыраңыз қаншаға саттыңыз? Міне 150-ге мынандайды саттым. Краптан? 150 мың теңгеге. Мынау мысалы 80 мың домбырасы. Сосын сол. Мынада да граф қосылған. Солай ақырындап. Ал енді бұл бағалар басқа жерде басқадай. Енді өздері алған адамдар дауысын салыстырып жатады, өздері нетіп жатады. Бәрі енді айтып жатады, енді жақсы деп жатыр алғандар бәрі. Енді айына бір 4 домбыра сатсаңыз 600 мың қалқыңыз. Айына келмейді ғой. Бір айда бір домбыра шығарсам кейде мен соған. Сөйтіп айтсаңыз балалар келмейді. Балаларға ақша туралы айтсаң келмейді. Балаларға реклама жасап жатырмын ғой. Көп рахмет аға. Жаңа айтып отырмын ғой. Сізге сәт. Таза осымен шұғылдансаң, онда көп шебер солай. Олардың жұмыстары сол ғана. Сіз енді хобби ретінде айналысасыз. Хобби ретінде шұғылданам. Жаңағы неғұрлым сапалы шығаруға тырысам, аз-аздап болса да. Үлкен жұмысым бар менің. Алматыда 300-400 мың домбыралары бар. Миллион домбырасы бар. 800-ден басталады мынандай ебін деген қарағаштардан жасалған домбыралар. Өзім шеберлерім. Миллионға да сатып болады дейсіз ғой. Сондықтан? Сондай. Қызығындар балалар. Әбдікәрім ағамыз шақырып тұрғанда бару керек, үйрену керек. Жақсы, рахмет. Сіздерге де рахмет. Көп.
Мүсіндер шығады дейсіз, дүние шығады дейсіз ғой. Иә. Ойланасыз ғой, не жасайды екем деп. Кейде қызығасың, осыған уақытың кетеді кейде. Иә. Анаған кейде ананы істегің келеді. Иә. Бәріне құлшыныс бар дейсіз ғой, уақыт жоқ. Уақыт кішкене тапшы болады. Иә. Болды, осымен аяқталдық. Бүгінгі сұхбатымыз осындай. Керемет, күшті, пайдалы. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Осылай ақпарат алып, бөлісіп жүре беріңіздер, таратып. Көп рахмет сіздерге де. Сау болыңыздар.